Хей, сәлем достар, сендермен бірге мен әдеттегідей Фархат. Бүгінгі видеода мен өзімнің кішкентай кезімде салған суреттерімді көрсететін боламын, ал ас болсын. Бүгін мен балық жағыма саяхат жасағым келді. Ал мынау менің кішкентай кезімде салған суретім. Жоқ, ондай емес, жалпы мен бұл суретті 8-ші сынып оқып жүрген кезде салған болатынмын. Жалпы мен суретті жақсы саламын деп айта алмаймын өзімді. Кішкентай баланың өзі мынандай сурет салмайды ғой негізінде. Ал менің салған суреттерім болса какой-то бір наркомандарға ұқсайды. Бірақ мен кішкентай кезімде суретші болуды армандағанмын. Сол туралы айта кететін болсам, кішкентай кезімде мен сурет салғанды жақсы көргем, әрине. Қазір де жақсы көрем, қазір де хоббиім сурет салу. Бірақ мен суретті онша бүйтіп қатты сала алмаймын негізінде. Қатты тырыспаймын да, еще қатты бүйтіп нормально қылып салуға да тырыспаймын, короче. Суретті мен просто так сала салам әшейін, өзімнің фантазияма байланысты. И мен бастауыш сынып оқып жүрген кезде маған ең жақын пән ол сурет салу сабағы болған. Сол кезде мен сурет салу сабағын қатты ұнататынмын. Басқа пәндерден гөрі сурет салу сабағын мен сол кезде бірінші орынға қоятынмын. Сол кездерде мен суретті көп салатын болғанмын. Қазір онша көп салмаймын қазір, бірақ анда-санда салып тұрамын. Бірақ ол кездегі суреттер менде жоқ қазір. Мен сіздерге көрсететін суреттерім ол 7-ші сынып, 8-ші сыныпта салған суреттерімді көрсететін боламын. Натуре айтайын, мен сол кездегі салған суреттерім кішкентай баланың салатын суреттеріне ұқсайды. Ал менің бірінші көрсететін суретім осы. Мына суретте көріп тұрғандарыңызда кирка ұстап алған стикман және де қылыш ұстап алған стикман. Принципе, қандай ойындағы стикмандарды салғанымды біліп тұрған шығарсыздар. Ол әрине Stick War Legacy, легендарный ойын. Біздің жүрегімізде қалған. Кім ойнады осы ойынды, комментарияға жазып кетіңіздер. Жарайды. В общем, мен осы ойындағы стикмандарды салған болатынмын. Примерно сол суретті мен 7-ші сынып оқып жүрген кезде салған болатынмын. Меніңше стикмандарды кез келген адам салады деген ойдамын жалпы. Ол жаңалық емес деп ойлаймын өзі. Жарайды, келесі сурет бізде тағы да стикмандармен байланысты. Тоже бір ойындағы боссарды салған болатынмын. Сіздер ол ойынды ойнадыңыздар ма, ойнамадыңыздар ма, мен ол жағын білмеймін. Бірақ ол ойынның аты The Catapults Stickman Pirates. Егер сіздер осы ойынды ойнаған болсаңыздар, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Ал егер вообще ойнамаған болсаңыздар, ойнауға кеңес беремін. Өте шедевр ойын. Примерно сол ойында 100 шақты уровень бар. Play Market'тен жазып ойнап көріңіздер. Содан кейін көресіздер қандай шедевр ойын екенін. Осыған ұқсайтын тағы да бір ойын бар. Оның аты The Catapult 2 деген. Осындай компания жасаған жаңылдегі екі ойынды. И тоже осындай ойынды жасаған кезінде, кезінде хит болған ойын еді осы ойын. Кім несінде? Ал менің келесі көрсететін суретім Angry Birds'қа қатысы бар. Міне, мына суретте мен 3 шарикті салған екенмін. Біреуі қылыш ұстап тұр. И содан кейін 2 шошқаны салған екенмін. Біреуі маленький, ал екіншісі амбалдай. И какой-то бір тауды салған екенмін. И содан кейін Angry Birds Stella деген ойындағы уровендерді салған екенмін. Ал мына суретте мен Angry Birds Space'тегі посттарды салған екенмін. Ал мынау өзімнің фантазияма байланысты ойдан шығарғам мынау суретті. Ойдан шығарған деп ойдан шығарып салғам. Сонымен қатар мен Plants vs Zombies тағы уровендерді салғам, яғни 2-ші бөлімдегі. И содан кейін Clash of Clans-тегі осындай заттарды салған болатынмын. И содан кейін 4 жыл сайын өтетін әлем чемпионатының суретін салған болатынмын. Келесі менің көрсететін суретім ол ойынға қатысы жоқ, ол мультфильмге қатысы бар. И какой-то бір мультфильмдегі персонаждарды салған болатынмын. Spookies-тегі мультфильмдегі. Білмеймін қашан салғаным есімде жоқ жалпы. Бірақ осы салған суретімді көріп кринж жабайт етіп отырмын. Келесі менің көрсететін суретім ол понилер туралы мультфильмге байланысты. Не салғанның кезінде? Ё-майо, кринж ғой мынау, кринж. Позор. Жарайды, енді келесі суретке көшейікші. Мен мынадан бүйтіп не істегім келіп тұрған жоқ, бүйтіп талқылағым келіп тұрған жоқ мына суретті. Ал менің келесі көрсететін суретім ол тарих дәптеріндегі суреттерім.
қазір сендер түсінбей тұрған шығарсыңдар не сурет ол деген сияқты. В общем, қазір көрсетемін сендерге. В общем, мына дәптерде мен Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы, Жанқожа Батыр, Кенесары Қасымұлы деген тұлғаларды салған болатынмын. Әрине бұл мазақ қылған емес, менің жалпы бұл енді жоғарыда айтып өткенімдей мен суретті просто так саламын деп айттым ғой, қатты тырыспаймын деп. В общем, сондай мына жерде де, короче, шыны керек мен суретке вообще жоқпын негізінде. Даже сіздерге мен көркембек дәптерімде де көрсете аламын. Көріп тұрғандарыңыздай салған суреттеріме 3 деген баға қойған болатын. Ең оңай сабақты мен 3-пен оққам ғой, прикинь. Келесі менің көрсететін суреттерім ол алгебра пәніне байланысты. Алгебра дәптеріме мен математиктерді салған болатынмын, физиктерді салған болатынмын, короче. Сол кездегі апайдың реакциясын көрсеңдер, прикинь. Былай айтты ғой: Фархат, адам сала бермеш, ертеңнен бастап мына дәптерінде көрмейтін болайын, жаңа дәптер арнайтын бол деп айтқан болатын маған сол кезде. Тоже басқа да пән дәптерлеріме осындай нәрселерді салған болатынмын. Мысалға биология, физика. В общем, өзімнің ұнатқан пәндерімнің барлығына осындай нәрселерді салған болатынмын. Енді кейбір апайлар бұл ісімді қолдады, ал кейбіреулері бұндай нәрсе салғанымды жақтырмады, короче. Бірақ қазір мен сурет салмаймын сол кездегідей. Білмеймін, қазір мен есейгендіктен ба, өзімен сурет салуды қойып кеттім пән дәптерлерге. Ал мынау менің ең соңғы рет салған суреттерім 2025 жылы салған. Яғни мен бұл суреттерді өзімнің ойнаған любой ойындағы злодейлерді салған болатынмын. Кейбіреулерін өз ойымнан қостым, өзімнің фантазияма байланысты. Сонымен қатар ойындағы персонаждарды салу, злодейлерді салу ол бұрыннан менің қаныма сіңіп нәрсе. Жалпы кішкентай кезімде любой бір ойнайын, содағы персонаждарды, злодейлердің суреттерін салам. Даже бір мультфильм ұнап қалса кішкентай кезімде, содағы злодейлерді, жақсы персонаждарды салам. В общем, ұқсамаса да әйтеуір сала беретінмін. Даже фонда тұрған Subway Surferстегі персонаждарды салған болатынмын. Қуана көрсететін едім Subway Surferстегі салған персонаждарымды, бірақ мына дәптерлердің арасынан Subway Surferстің персонажы салынған дәптерді мен қаяқтан табамын? Мен мына дәптерлерді мен 6-шы сыныптан бері жинап келе жатырмын. Тоже Майнкрафттағы Херобринде суретін салған болатынмын осы дәптерлердің біреуіне, бірақ мен оны қаяқтан табатынымды түсініп тұрған жоқпын. Ол үшін күндіз-түні ақтару керек сияқты. Бүгінгі видеода тек қана мен жақсыларын ғана көрсеттім. Жаңылдегі суреттердің одан да жамандары бар. Мен оны көрсетіп ұялатын сияқтымын бәше. Осымен мен видеомды аяқтайтын сияқтымын. Егер де мен суреттерімді тағы көрсете беретін болсам, видео ұзақ болып кетуі мүмкін. Ал егер осы видео көп қаралым жинаса, көп лайк жинаса, мен осы видеоның екінші бөлімін түсіруге қарсы емеспін. Ол үшін сіздер каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және де осы видеоға комментарий қалдырыңыздар. Ал осымен мен видеомды аяқтаймын. Қош сау болыңыздар.